Ислам уламалары Құран аяттары мен пайғамбарымыздың, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, хадистерін зерттей отырып, Алланың алдында үлкен күнә болып есептелетін 70 шақты ауыр күнәлардан бізге хабар берді. Назарларыңызға адамды құрдымға жіберетін 5 үлкен күнәні ұсынамыз. 5 нөмір. Зекетті бермеу. Зекет пақырлар мен міскіндерге берілетін исламдағы 5 парыздың бірі. Мұқтаждарға көмектесіп, оларға мейірімділік таныту мұсылманның бойынан табылуы керек болған көркем қасиеттерден. Зекет парыз болуы үшін адамның күнделікті тіршілікте қолданатын негізгі қажеттері мен қарыздарынан тыс нисап көлеміне жеткен байлығы болса, ол дүниесі азаймай, әрі оған 1 жыл болса, онда ол адам сол дүниесінің 40-тан 1-ін немесе 2,5% ғана зекет етіп беруі керек. Зекет берген адамның алатын сауабы өте көп. Ал зекет беруі керек болса да, зекет беруден бас тартқанның арқалайтын күнәсі тым ауыр болады. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сондай алтын, күмісті жинап, оны Алла жолында жұмсамағандарды күйзелтуші азаппен сүйіншіле. Қиямет күнінде олар жинағандары тозақ отында қыздырылып, онымен олардың маңдайлары, қабырғалары және арқалары тамбаланып, мынау өздерін үшін жинағандарын, ал енді жинағандарының дәмін татыңдар делінеді. Тәубе сүресінің 35-36 аяттары. 4 нөмір. Намаз оқымау. Намаз оқу арқылы адам күллі әлемді жаратқан аса ұлы Раббысымен тікелей байланысады. Бұл Аллаға құлшылық етудің ең үздік, таңдаулы түрі. Құран мен сүннетке сүйене отырып, ислам уламалары бір ауыздан намаз оқудың парыз екенін айтқан. Намаз оқу мұсылманға берілген ең үлкен нығметтерден. Ол арқылы адам көптеген жақсылықтарға, есепсіз сауаптарға кенеледі. Бірақ адам намаз оқудың парыз екенін біле тұра, ешқандай себепсіз оны орындамайтын болса, үлкен күнәға батып, қияметте қатаң жауапқа тартылады. Бұл пайғамбарлардан кейін орындарына намазды қойып нәпсілеріне ергендер келеді. Олар жақында адасуларының сазайын тартады. Бірақ кім тәубе қылып, иман келтірген түрде түзу іс істесе, міне солар ешбір әділетсіздікке ұшырамай жәннатқа кіреді. Мәриям сүресінің 59-60 аяттары. 3 нөмір. Жазықсыз адамды өлтіру. Адамды құрдымға жіберетін ауыр күнәлардың бірі ол жазықсыз жанды өлтіру. Пайғамбарымыз, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, адам өлтірілуіне тыйым салынған жазықсыздың қанын төкпейінше дінінде есендікте болады деген. Кім бір мүмінді әдейі өлтірсе, оның жазасы ішінде мәңгі қалатын тозақ болады. Сондай-ақ оған Алланың ашуы, қарғысы болып, және оған зор қинау әзірлеп қойған. Иса сүресінің 93 аяты. 2 нөмір. Сиқырмен айналысу. Сиқыршылар, көріпкелдер, балгерлер жындармен байланысып, олардан көмек сұрап, болашақты болжап өзгелерді дуалап жатады. Бұл істермен айналысу немесе оларға барып көмек сұрау, Аллаға қарсы келу, Аллаға серік қосу. Алла Құранда сиқырмен айналысатындардың ақиретте еш үлесі болмайтынын айтады. Сиқырмен айналысу адамды діннен шығаратын ең ауыр күнәлардан. Себебі сиқырмен айналысу Аллаға күпірлік ету екені Құранда бірнеше рет баяндалады. 1 нөмір. Аллаға серік қосу. Егер адам Аллаға серік қосып, дүниеден өтетін болса, онда ол мәңгі тозақта болады. Кім Аллаға ортақ қосса, расында Алла оған жәннатты арам етеді. Оның орны тозақ оты. Сондай-ақ залымдар үшін жәрдемші жоқ деген. Майда сүресінің 72 аяты. Басқа аятта, расында саған да, сенен бұрынғыларға да, егер Аллаға ортақ қоссаң, әлбетте амалың жойылып кетеді де, анық зиянға ұшыраушылардан боласың, деп уахи етілді. Зүмәр сүресінің 65 аяты. Алла Тағала баршамызды үлкен күнәлардан сақтап, дүниеден мұсылман халде өтуді нәсіп етсін.